Сәлем балалар. People's Book 6 сабақ 25 бет. Грамматика берілген екен. Бірінші қарап шығайық. Бұл жерде бізде предлогтар берілген. Prepositions in ішінде, on үстінде, under астында. Яғни заттың қайда тұратынын білдіру үшін осы сөзден алдын осыны қолдансақ болады. Я, мысалы, there is a pen in the book. Кітаптың ішінде қалам бар. Я. There are two pens on the book. Кітаптың үстінде екі қалам бар. Осылай етіп сөйлем құрағанда көмектеседі бұл сөздер. Енді бірінші аттол look, read and complete қараймыз, оқимыз және толықтырамыз. Сурет көрсетілген, сол бойынша сөйлем толықтырамыз. Мысалы, біріншісінде there is a pencil on the book үстінде тұр. Қарындаш кітаптың үстінде қарындаш бар дейді. Екі өшіргіш кітаптың астында тұр. Асты деген бізде under болады. There is a rubber under the book болады. Үшінші, бұл сөмкенің үстінде кітап тұр. There is a book on the school bag болады. Төртінші, ішінде тұр. There is a pen in the school bag болады. Келесі, екінші аттол look, read and write yes or no. Қараймыз, оқимыз және я жоқ деп жазамыз. Яғни мына суретте көрсетілген заттар, солардың қай жерде тұрғаны туралы сөйлемдер берілген. Дұрыс болса я, дұрыс емес болса жоқ деп жазамыз. Мысалы, біріншісі there are 3 books on the desk. Яғни 3 кітап бар дейді, партаның үстінде 3 кітап бар дейді. Дұрыс қой, дұрыс, 1, 2, 3 кітап тұр. Yes деп жазамыз. There are 2 rulers on the desk. Партаның үстінде 2 сызғыш бар дейді. Бұл дұрыс, мына жерде 2 сызғыш. Екіншісінде yes болады. 3. There are 2 school bags under the desk. Партаның астында 2 сөмке бар дейді. Ол дұрыс емес, өйткені сөмкелер үстінде тұр. Сондықтан no болады. There is a book in the school bag. Сөмкенің ішінде кітап бар. Көк сөмкенің ішінде кітап бар дейді. Бұл дұрыс, көк сөмкенің ішінде кітап тұр. There is a pencil under the red school bag. Қызыл сөмкенің астында қарандаш тұр дейді. Ол дұрыс емес, ол ішінде. No деп айтамыз. No деп айтады екенбіз. Келесі, play the correct your teacher game. Мұғаліміңді дұрыста деген ойын ойнаймыз. Яғни мұғалім сөйлем айтады. Мысалы, партаның үстінде бір сызғыш тұр деген сияқты ағылшынша сөйлемдер айтады. Сіз мұғалімнің қателіктерін дұрыстауларыңыз қажет. Мысалы, үстінде емес, астында немесе ішінде деген сияқты етіп дұрыстап айтуларыңыз қажет. Осындай қызықты ойын берген екен. Ойнап көріңіздер міндетті түрде. Осымен бұл беттің тапсырмаларын аяқтадық. Сау болыңыздар.